Сәлем достар, бүгін өте дәмді, оңай дайындалатын шоколадты кекс дайындайтын боламыз. Ыдысқа 2 жұмыртқаны, қантты және де сүт, ерітілген сары майды құямыз. Венчикпен жақсылап араластырып аламыз, біркелкі масса шыққанша. Үстінен ұнды, какаоны және де разрыхительді саламыз. Тағы да біркелкі масса шыққанша жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң арнайы формамызды дайындап, астын майлаймыз. Үстінен массамызды құйып шығамыз және де қалауыңызша бетіне шоколадтар сеуіп қойсаңыз болады. 180 градуста 25 минут шамасында пісіреміз. Сонымен біздің кексіміз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Еш өкінбейсіз деген ойдамын. Видео рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын!